Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін небәрі 5 минутта дайын болатын жаздық салат жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге 40 қабат, қияр, қызанақ, консервантты жүгері, майонез және де татымына қарай тұз керек болады. Ең алдымен 40 қабатымызды турап аламыз. Соломка ретінде турап шығыңыздар. Енді қиярды тураймыз. Қиярды турау өздеріңіздің талғамдарыңызға байланысты. Қызанақты да өзіңіз қалағандай етіп турасаңыз болады. Енді капустамызға тұз салып, кішкене басып шығамыз. Бәрін дайындап алдық. Енді капустамызға қияр мен қызанақты салып араластырып аламыз. Енді кезек консервантты жүгеріге. Жүгерін саламыз. Оны да кішкене араластырамыз. Артынан майонез саламыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Салатты бірден ұсынатын болсаңыз, келешкеде араластырып жіберсеңіз болады. Ал мен осылай бетіне қойдым. Қалауларыңызға қарай. Салатымыз дайын, ас болсын.